ең сүйікті тамағыңыз қандай деп сұраса, мен орам жапырақтардан жасалатын голубцы деп айтар едім. Бүгін осы голубцыдың оңай жасалу жолымен бөліспекпін. Бұл тамақты әзірлегенде ең көп қиналатын жеріміз бұл орам жапырақтарды бір-бірінен ажыратып, жұмсарту жолы. Оның бірнеше тәсілі бар. Соның ең оңайы орам жапырақты қысқа толқынды пешке салып алу. Ол үшін әуелі орам жапырақтың өзегін алып тастаймыз, қатты жерін. Пышақпен ойып алып тастаймыз да, орам жапырақтың өзін полиэтилен пакетке салып, қысқа толқынды пешке саламыз. Бір 6 минутқа салыңыз ең басында. Мына қысқа толқынды пештен шыққан орам жапырақтары өздігінен түсіп жатыр. Видеода көрініп тұр. Егер де ол әлі де қатты деп есептесеңіз, онда тағы да бір мәрте салып алуыңызға болады. Орам жапырақтың қалың жерлерін пышақпен алып тастаған жақсы. Екінші рет салғанда сол жерлерін алып тастап салыңыз. Және жапырақтары түспеген бүтін орам жапырақты тағы бір мәрте салып алып, жапырақтарын керегінше түсіріп аласыз, босатып аласыз. Бізге енді қажеттісі тартылған ет, орам жапырақтардың бүтіні мен кішкентай ғана бір кесілген бөлігі, ол фарштың ішіне салуға керек. Пияз, картоп, жарты сәбіз керек болады. Енді голубцы болғасын, оның ішіне міндетті түрде күріш қосылады. Күрішті қандай мөлшерде қосамыз? Дұрысында күрішті ештеңемен араласпай тұрған фаршқа қарап мөлшерлейміз. Фарштың 1/3-дей мөлшерде күріш саламыз. Көзбен, қолмен мөлшерлеп бөлдім, шамамен 3-ке бөлдім, сол 1/3-дей шамасында күріш алдым. Сол күрішті жуып, сосын кейін фаршқа қосамыз. Фаршқа қосатын пиязды міндетті түрде қолмен тураймыз. Мен барлық уақытта солай жасаймын. Уақтап турап, оны мариновать етіп қоямыз. Маринадтау үшін қара бұрыш пен тұз қосамыз. Аздап сыққылаймыз да, қақпағын жауып қоямыз. Бір 5-10 минут әрі кетсе тұрады. Сол уақытта ол маринадталады. Маринадталған пияз тамаққа өте жақсы дәм береді, хош иіс береді. Оның сондай маринадталған пияз қосылған тамақтың дәмі бөлек болады әр уақытта. Әрі асқазанның қыжылдамауына септігін тигізеді. Сәбізді, картопты, орам жапырақтың жаңағы кішкентай бөлігін барлығын үккіштің ең кішкентай тесігінен өткізіп, фаршқа қосамыз. Жуылған күрішті, маринадталған пиязды да осы жолы фаршқа қосып жіберіп, керегінше қара бұрыш пен тұз себеміз де фаршты жақсы етіп араластырып, бір 20 минуттай уақытқа жауып қоямыз. Фарш аз-мұз маринадталып болғанша, біздер жаңағы пісіретін тамағымыздың астына қоруға қажетті бір пияз бен жарты сәбізімізді кесіп даярлап қоямыз. Енді маринадталып болған фаршымызды жапырақтарға жеке-жеке орап, голубцыларымызды дайындаймыз. Мен бұл жолы голубцыды ірілеу қылып жасадым. Егер де мысалы орам жапырақтарды жартысынан бөліп жасасаңыз, онда кішкентай ғана голубцы шығар еді. Мен әдейі ірілеуін жасадым. Тойымды болсын деген ниетпен. Бары 10 голубцы шықты. Егер де мен жарты орам жапырақтан жасағанда, бұл жерде 20 голубцы шығар еді. Салыстырмалы түрде көріңіз. Кішкентай жарты орам жапырақтан жасаған голубцым қандай кішірек болып шықты, 2 есе кіші. Голубцыды пісіріп алуға болады, немесе мұздатқышта сақтап, керек уақытта пісірсеңіз де болады. Енді пісіруге көшейік. Голубцыды пісірудің бірнеше жолы бар. Кейде мен голубцыдың өзін әуелі майға қарып, екі жағын қуырып алам. Ол да енді өте дәмді болып шығады. Ал бұл жолы астына поджарка жасап жіберемін. Жаңа бір турап қойдық. Пияз бен сәбізді соны астына қуырып жібереміз де, голубцыды салып, үстіне голубцы жабылғанша соямыз. Тұз саламыз, бұрыш саламыз, сосын бір қайнағаннан кейін астын отын жайлатып қоямыз. Әбден піскенше, бір жарты сағат уақытқа. Әбден дайын болды дегенде,
бетіне сарымсақ пен лава жапырақтарын салып, қақпағын жауып, отын өшіріп қойыңыз 5-10 минут уақытқа. Өзіміздің сүйіп жейтін голубцеміз дайын болды. Ортасын ашып көрсетейін, арасында күріші. Ондай көп емес, жаңағы мен өзім сізге көрсетіп мөлшерлеген күрішті салсаңыз, осындай жақсы әдемі дәмді голубце шығады. Голубцеді өзіңіздің қалауыңызша сорпалы, сорпасыз, әртүрлі соустармен жеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын, әрдайымда дәмді тамақтардан ләззат алыңыздар. Арнаға тіркеліп, әр видеодан қолжетімді өнімдерден дәмді тамақ пісірудің құпияларын біліп отырыңыздар.